Мен доктор Nivedita Bharti, акушер-гинеколог кеңесшісі, Chennai қаласындағы Apollo мамандандырылған ауруханаларында жұмыс істеймін. Менің ерекше қызығушылық танытатын салам әйелдердегі онкологиялық аурулардың алдын алу. Әйелдердегі онкологиялық аурулардың алдын алу туралы айтқанда, тіс сүт безі, жатыр мойны, жатыр және аналық без обырын айтамыз. Осы аталғандардың ішінде қазіргі кезде бізді жатыр мойны обыры көбірек қызықтырады. Себебі қазіргі таңда жатыр мойны обырының неден болатынын білеміз. Өйткені зерттеулер бойынша жатыр мойны обырының 95-97 адам папилломавирусы себеп болады. Ал себеп белгілі болған соң, қазір оған қарсы вакцина да бар. Сондықтан бүкіл әлем алдын алу медицинасына бет бұрып жатыр. Яғни қазіргі таңда вакцинасы бар. Жалғыз онкологиялық ауру бұл жатыр мойны обыры. Бұл вакцина қазір біздің елімізде де қолжетімді. Біздің елімізде HPV-ға қарсы 3 түрлі вакцина бар. Біреуі quadrivalent вакцина, ол 2006 жылдан бері қолданылып келеді, ал жақында ғана бізде nonavalent вакцина пайда болды. Nonavalent дегеніміз бұл вакцина HPV вирусының 9 серотипіне қарсы тиімді, яғни ең соңғы шыққаны. Енді бұл вакцинаны қалай және кімдерге салу керек? Жатыр мойны обырына қарсы вакцинаның мақсатты жас тобы 9-15 жас аралығындағы қыздар. Яғни бұл жатыр мойны обырына қарсы вакцинаны салуға арналған негізгі мақсатты топ. Ал егер 16 жастағы қыз жатыр мойны обырына қарсы вакцина сұрап келсе, не болады? Жауабы, бұл вакцинаны 45 жасқа дейінгі әйелдерге салуға болады. Айырмашылығы тек мынада, егер вакцинаны 15 жасқа толмаған, яғни 9 пен 15 жас аралығындағы қыздарға салсаңыз, онда вакцинаны 6 ай аралықпен 2-ні салу керекті. Яғни бірінші дозаны бүгін салсаңыз, екінші дозаны 6 айдан кейін салу керек. Ал егер қыз 15 жастан асқан болса, және 45 жасқа дейін болса, онда 3 доза вакцина салу қажет. Яғни бірінші дозадан кейін 2 ай өткен соң, екінші доза, 6 айдан кейін 3-ші доза салынады. Вакцинаның толық тиімді әсері болу үшін әрқашан вакцинацияның толық курсын аяқтау өте маңызды. Дегенмен қазіргі уақытта бұл вакцинация кестесін жеңілдетті, яғни 20 жасқа дейін 1 доза вакцина салу жеткілікті, ал 20 жастан жоғары болса 2 доза вакцина салынады. Бұл есте сақтауға оңай және осы жастағы қыздарға вакцинаны көбірек салуға да ыңғайлы. Осыны айта келе, вакцина жатыр мойны обырына қарсы негізгі алдын алу шарасы болып табылады. Қыз бала 2 доза немесе 3 доза вакцинация кестесімен тиімді түрде егілген болса да, ол әлі де екінші алдын алу шарасын, яғни пап-тест немесе жатыр мойны обырына скринингтен өту керек. Себебі бәріміз білетіндей, ешбір вакцина жүз қорғай алмайды, бірақ өте тиімді. Сондықтан қыз бала 2 доза немесе 3 доза вакцина алған болса да, ол 30 жастан кейін әр 3 жыл сайын 65 жасқа дейін жатыр мойны обырына скринингтен өтуі керек. Егер біз осы бастапқы және екінші алдын алу стратегияларын ұстанатын болсақ, бастапқы алдын алу, вакцинация, ал екінші алдын алу, жатыр мойны обырына скрининг, пап-тест немесе HPV-дің тесті болса, онда бірнеше ұрпақтан кейін бүкіл әлемде жатыр мойны обырын жоюға қол жеткізе аламыз.